қара жер қақ ортадан қақырасын. Көк аспан быт-жыт болып шатынасын. Әлемде ай адасып өрісімен, күн шықпай ұясында жатып алсын. Бұны кім айтты? Қандай торыққан, қандай шаршаған адам бұндай өлеңді айтар екенші. Бұл әйгілі ақын Мұқағали Мақатаевтың Шәмші Қалдаяқов бар, Мұқағали Мақатаев бар, және де тағы бір кісі бар, атын ұмытып отырмын. Үшеуі Алматының бір алаңында ұйықтап қалып, таңертең ерте оянған кезде Мұқағалидың «Жер мен көкке қарғыс» деген атта жазған өлеңі екен. Әрбір адамның өмірінде әр алуан қиындықтар болады. Ал ендеше осыншама қиындықта немесе осыншама торға отырып өлең жазатын Мұқағалидың басына қаншалаған қиындықтар келді екен десе. Кейін тағы да айтатыны бар. Айығып келем бәрінен, емделіп жүрмін жақсылар берген дәрімен деп. Сол айтпақша, қаншама қиындықтар болса да алға үміткерлікпен қарау, жақсылардың берген дәрісімен емделу сізге де бақыт болып бұйыра берсін дегім келеді.